Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңдағы хит десерттердің бірі трайфл немесе милка десертін жасап көрсететін боламын. Бұл десерттің дәмі балмұздаққа ұқсайды, өте дәмді, жегенде ауызда ериді, бірақ соған қарамастан жасалу жолы да өте оңай. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға какао саламыз. Мен Nesquik какаосын қолдандым. Үстіне сұйық май құямыз. Және де қайнап тұрған ыстық су құямыз. Жақсылап араластырып, бір шетке алып қоя тұрамыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқа саламыз және үстіне шекер салып, жақсылап көпіргенше миксерлеп шығамыз. Үстіне какаолы массамызды құйып, силиконды күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Оның үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды қосамыз. Бірден барлығын салмаймыз. 2-ге немесе 3-ке бөліп салып, жақсылап төменнен жоғары қарай массамызды басып алмай араластырып шығамыз. Дайын болған массамызды формамызға құямыз. Форманың диаметрі маңызды емес, кез келген формаға салып пісіре берсеңіздер де болады. 160 градуста шамамен 25 минут пісіреміз. Піскен-піспегенін осылай ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Бисквитімізді бір ыдысқа осылай үгітеміз. Ал енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбелі ірімшік, салқын кілегей, 33 немесе 35% аралығындағы және қант керек. Қанттың орнына қант ұнтағын пайдалансаңыздар болады. Алдымен сүзбелі ірімшігіміз бен қантымызды араластырып аламыз. Миксердің көмегімен шайқаймыз. Осы массамыздың үстінен салқын кілегей құямыз. Бірінші миксердің жай жылдамдығынан бастап шайқаймыз. Қою кремге айналғанша шамамен 5 минутта шайқап аламыз. Креміміз осымен дайын болады. Ал енді трайфлдарымызды жинаймыз. Осылай ыдыстарымызға теңдей етіп бисквиттерді салып шығамыз. Ыдыстың қандай екені маңызды емес, кез келген ыдысқа салып жинай берсеңіз болады. Ортасына өзіңіз кез келген қалаған жемісті сала берсеңіз болады. Мен банан мен шабдалы салдым. Енді үстінен крем жағып шығамыз. Кремді жақсылап, тегістеп, барлығына бірдей етіп жеткізіп құямыз. Кремді қасықтың немесе пышақтың көмегімен тегістеп шығамыз. Әзірше трайфлдарымызды шамамен 25 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін бізге сапалы шоколад және кілегей қажет. Осылай бір ыдысқа құйып, су моншасында ерітетін боламыз. Глазурды шамамен 10 минуттай суытып аламыз. Трайфлдарымызды тоңазытқыштан шығарып, осылай үстіне шоколадты глазурды құйып шығамыз. Шоколад жақсы суыған болуы қажет, әйтпесе ол кремді ертіп жіберуі мүмкін. Бетін қалауымызша әсемдеп шығамыз. Трайфлдарымызды сәндеп алғаннан кейін тағы да тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Біздің трайфлдарымыз осымен дайын.
өте әдемі болып шықты, дәмі де өте керемет болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Сіздермен болған Нұрзина. Менен тағы да рецепттер күтіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.